Баршаңызға сәлем достар, Малика Шавкат қызының арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Гүл ханымның рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге дайындаңыздар. Ыдысқа 400 мл су, жарты ас қасық тұз, 1 ас қасық сұйық май қосып, тұз ерігенше жақсылап араластырамыз. 600 немесе 700 грамм ұнды електен өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр дайын болғаннан соң пакетке салып, 15-20 минутқа алып қоямыз. Сосын оны қайтадан 1-2 бөлікке бөлеміз де зуала жасап қоямыз. Сосын тағы да пакетке салып қоямыз. Бірақ арасында қайта илеп қойсаңыздар, қамырдың июі қанып, жұмыс жасауға ыңғайлы болып, жақсы болып шығады. Енді салмасын дайындаймыз. 900 грамм ұсақтап туралған пиязға 650 грамм тартылған ет, 500 грамм ұсақтап туралған картоп, дәміне қарай тұз, дәмдеуіштер және қара бұрыш салып араластырамыз. Сонымен салмамыз дайын. Енді қамырды жаямыз. Қамырды жайған кезде жұқа етіп жайып аламыз. Осындай жұқалықта жаямыз. Содан соң қамырдың бетін майлап 5 см етіп жолақтарға бөлеміз. Менің манты қазанымның листерінің арасы аса биік емес, сондықтан мен 5 см етіп жолақтарға бөлдім. Егер сіздердің манты қазандарыңыздың листерінің арасы биік болса, онда бұдан да қалыңдау етіп кесе берсеңіздер болады. Видеода көрсетілгендей, әрбір жолаққа салмасын салып, осылай орап шығамыз. Сонда бізде гүл тәрізді болып шығады. Егер де жолақтар ұзын болса, онда 2-ге немесе 3-ке бөліп жасай берсеңіздер болады. Әрбір гүл ханымды түйіп алып, манты қазанға қойып, 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Міне тамағымыз дайын. Жақындарыңызды ерекше ас дайындап қуантқыңыз келсе, осы тағамды жасап көруге кеңес беремін. Және махаббатпен дайындаңыз. Сонда дайындаған тағамыңыз міндетті түрде дәмді болып шығады. Осы рецептпен дайындап жатсаңыздар, ас болсын.